Usta kadang kala terus makito dasan diatek makito kilek и стакан и сарағаш мята және де лимон керек. Бізге мохито жасауға арнайы осындай өзінің сиробы болады. Бұның бағасы әр магазинде әртүрлі, 2200, 2,5 деген сияқты. Бұдан біз 10 рет жасауға, 1 литрден 10 рет, яғни 10 литр жасауға дейін жетеді. Және осындай сироптардың бірнеше түрі бар. Малина түрі, ананас түрі деген сияқты. Бізге именно осындай мохито түрі ұнайды. Бірақ бізде қазір лайм болмай тұр. Лаймсыз жасап көреміз. Және бізге мята керек, лимон керек. Сарағашпен жасап көрейін деп жатырмыз. Негізінде спрайтпен жасаса вообще күшті болады. Біз олай дәмін көргенбіз. Қазір сарағашпен без лайм жасап көреміз. Достар, біз бірінші мятаны салдық. Енді лимонды турайтын боламыз. Үлкен қылып кесе бер. Үлкен. Тағы да біреуін қос, кішкентай болып қалды. Негізі жуан болса, бірі жетеді. Осылай жіңішке болса, екеу салып көрейін деп жатырмыз. Және мятаны қосып қойдық. Енді сироп. Айда сироптан қосады. Пышақ керек. Жоқ, пышақсыз ашылады. Пышақсыз? Мама. Şu üstünde elinden ne? Onu pышақпен аша сал. Бізде Аида сиропты құйып жатыр. Осындай су сияқты түссіз болады. Бұл жетеді. Қазір ішкі көрінісін көрсетем. Енді біз сарағаш құятын боламыз. Графинді ұстап тұрыңдар. Бізде Сабина сарағашты құйып жатыр. Осылай құйған кезде көпіршіктер пайда болады. Болды, тоқтат. Жоқ, қайттан құйындар енді. Болды. Ne kalkmamız alamız. Limon deyim gepti. Бізде мохито дайын болды. Қазір дәмін көретін боламыз. Limon kırmızı suyuna koyalım. Koyalım limon. Сабина лимонды стаканына жабыстырғысы келіп тұр. Ал көріңдер дәмін. Limon oysa dersi. Limon oysa. Өте керемет кафедегіндей дайын болған. Дәмі тура кафедегіндей. Лайм қоспаса да жақсы болып тұр ма? Сироптың мөлшері қалай қосылған? Жақсы қосылған ба? Иә, жақсы. Сабина, саған ше ұнады ма? Қазір достар, өзім де көрем. Қазір мен де өзім көрем. Шынымен күшті болыпты. Достар, лайм қоспаса да дәмі әдемі болады екен. Жасап ішіп көріңіздер. Қасық қояк. Limon қосып қояк. Осымен достар, біздің видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Осымен достар, біздің видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.